осы Елордада жүргенімізде бір такси қызметкерін тоқтаттық та. Осы 2017 жылы экспо көрмесі болады дегенде басында экспоны ешқайсымыз түсінбедік қой енді. Экспо дедік. Сөйтіп таксиге келіп отырдық. Жаңағы таксиде шопырымыз айтады: "Мына экспо келе жатыр, экспоны естіп жатсыңдар жігіттер. Өткенде мен осы экспоның құрылысын салып жатқан жігіттердің жұмысына бардым" дейді да. Сендер осы шынымен үлгересіңдер ма? Уақыт таяп қалды қазір. Ертең ұят болып жүрмей ма басқа елден азаматтар келген кезде деп жаңағы шопыр барған екен құрылыстың басындағы адамдарға. Сендер бардыңдар ма деп бізден сұрап отыр. Біз енді ақынбыз, елдің қамын ойлап жүрміз деп сахнадан айтып жүрміз ғой енді. Мысалы мен өз басым барып көрмеппін құрылыстың басқасына. Бірақ такси, шопыр ертең ұлтқа сөз келеді-ау, мемлекеттің абыройы сынға түсетін сәт қой деп құрылысшының жағдайын барып сұрап, сол жұмыспен өзі көзін жеткізіп, жіті танысып қайтыпты да. Сонда адамның бір я болмаса ұлтты ойлауы, ұлттың алға сүйреуіне, қазақтың құтылуына ол керемет бір ақын болуы, өнер адам болуы, я болмаса ғалым болуы шарт емес. Ол кез келген мамандықтың егесі ұлттың қалыптасуына, ұлттың алға жылжуына дәл осылай еңбегін сіңіре алады екен. Мен осыған көзім жетті. Жандарбек енді ақын болсын, ақын адам аңғарымпаз болады ғой. Аңғарып қояды, байқап қояды. Өйткені бір мезгілде айтыскер ақын ана жерде отырған халықтың көзіне қарап отырады, қалай қабылдап жатыр. Ал енді сөзіне дұрыс баға алу үшін жанарының жартысымен қазыларға қарап отырады. Бірақ бүкіл есіл дерті қарсыласында болады. Сондықтан жалпы енді ақын адам аңғарымпаз. Бұл біз көбінде қазақты қалай құтқаруға болатынын білеміз дейді. Бірақ соған қарай батыл қадам жасамаймыз дейді. Біз тамыры үзіліп кеткен, негізі езіліп кеткен, әлгі тұғыры тайып кеткен халық болғандықтан біз біліп тұрмыз, басымыз істеп тұр. Бірақ соған қарай қадам баспайтынымыз, балпаң басуға балтырымыз шыдамай тұр. Талтаң жүруге табанымыз тасырқап тұр. Сол нәрсені бұл кісі байқап айтып отыр. Өміріңіздің қазанында қайнап жатқан проблеманың шешімін білгіңіз келсе, тәлім трендті көріңіз. Тәлім трендті айтылған әңгімелердің толық нұсқасын көргіңіз келсе, тәлім тренд қосымшасын ұялы телефоныңыздағы App Store немесе Play Market'тен көшіріп ала аласыздар.